Армысыздар, қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай сіздердің? Менің көңіл күйім 29 сәуір. Халық арасынан шыққан оязық. Жан ауырса, тән азады. Қайғы басса, жан азады. Барлық адамдарға гипнотерапия керек деп жатамыз. Жандарыңыз ауырса, гипнотерапияға келіңіздер. Жан ауырғаны кетсе, тән ауруы да сонымен бірге кетеді екен. Қалай ашуланбауға болады, ренжімеуге болады, болашақты уайымдамай, өткенге өкінбей, қайғырмай жүрсеңіздер, жаныңыз да ауырмайтын болады. Ой мен эмоцияны басқарған жасампаз жанмын. Бүгінгі күнімізге сәттілік тілеймін.